тақырыбымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз кеңес өкіметінің орнауы және кеңестік биліктің құрылуы негізінде. Осы тақырып бойынша сіздерге қысқаша мәліметтер беремін. Ары қарай өздерің ой туралы айтасыңдар. Енді бұл мәселе туралы не айтуымызға болады? Бұл мәселе туралы тақырып жөнінде көп мәселені айта беруімізге болады. Бірақ оған уақытымыз тапшы, өздерінің ізденістерінің басында ары қарай игеріп аласыңдар. Бұл жерде бірінші мәселе, осы кезге дейін сендердің оқып келе жатқан тарихтарын, мектепте оқып келе жатқан тарихтарын, жалпы Қазақстан тарихының оқулықтары, оның мазмұны көп жағдайда ескіріп қалды деп айта аламыз. Ол оқулықтар қазіргі кездегі біздің отандық ғалымдардың отан тарихының негізгі мәселелерін зерттеудің нәтижелерінен кешеуілдеп келе жатыр. Қазір отан тарихының зерттеулері әлдеқайда алдыға кетіп қалды. Отан тарихының мазмұны жаңартылды, деректері жаңартылды, тарихқа деген көзқарастар, оны зерттеудің әдіс-тәсілдері өзгерді, жаңарды. Осыған байланысты біздің де тарихи танымымыз, тарихи санамыз жаңаруы керек. Міне, мен лекция тезистерінің негізгі мазмұнын осыған бағыттаймын. Біз былайша айтқанда сендердің мектеп оқулықтарынан алып келген білімдеріне балама білім ұсынамыз. Дәл осы кеңестік биліктің орнауы деген тақырыпқа байланысты. Ол қандай балама көзқарас? Дәл осы біздің тақырыбымыз кеңестік тарихнамада әбден жазылып, жаңағы штампқа келтіріліп, тұжырымдалып қойған. Оның мәнісі кеңес өкіметінің орнауы, Қазақстан сияқты Ресей отаршылығының орталық аймақтарында кеңес өкіметінің орнауы ол елдерді, артта қалған, дамымаған жабайы елдерді мәдениетке жеткізді, ғылымға, білімге сусындатты, оның экономикасын дамытты, қазіргі заманғы әлеуметтік тұрмыстық жағдайын қалыптастырды. Өйткені кеңес өкіметі, коммунистік партия бастаған кеңестік билік дүние жүзіндегі ең әділ билік, ең демократияшыл билік деп дәріптелді. Бұл идеологиялық ұстаным кімге керек? Бұл идеологиялық ұстаным кеңестік билікке керек болды. Ал кеңестік билік дегеніміз не? Ол коммунистік партияның идеясына керек болды. Міне осылайша 70 жыл бойы халықтың санасын мүлдем басқа жаққа бұрып келген кеңестік идеология күйреді. Кеңес одағы деген алып империя 91 жылы ыдырады. Бұл заңдылық еді. Міне осы отар елдің тарихын отаршылар жазар деген Махатма Гандидің өзінің қағидасы бар. Сол қағидаға сүйенетін болсақ, Қазақстан Ресейдің отары болды, ал одан кейін кеңес одағының құрамында да Қазақстан өзінің дербестігі, өзінің тәуелсіздігі, өзін-өзі билеуі болған жоқ. Сондықтан да қазақтың идеологиясын Ресей жасап берді, коммунистік партия жасап берді. Ал коммунистік партияның алдына қойған ең басты мақсаты қандай еді? Бұл басты мақсаты жаңа тұрпатты мемлекет қалыптастыру, жаңа тұрпатты адамдар қалыптастыру. Біз ежелгі тарихтан ұмыттық қой. Гомо сапиенс, адам, саналы адам деген сияқты. Дәл осы сияқты бұлар гомо советикус, совет адамы деген жаңа тұрпатты адамдарды қалыптастырғысы келді. Сол мақсатқа бүкіл идеология, ғылым, білім жұмылдырылды.
міне осының нәтижесінде мынау 70 жылда жаңа бұл үш буын алмастырып жүрді. Үш буын бірін бірі алмастырып келді. Ең соңғы буын нағыз советтік адам болып шыға келді. Советтік адам дегеніміз не? Советтік адам деген ол коммунистік идеологияға шынайы берілген дін, діни, рухани, ұлттық құндылықтар дегеннің барлығын мансұқтаған, қазақ тілімен айтқанда мәңгүрттенген адам еді. Homo Sapiens дегеніміздің баламасы бір ғана нәрсе, ол мәңгүрттенген адам. Мәңгүрттеген ол өзінің өткенін ұмытып қалған адам. Өзінің ұлттық, мәдени, рухани құндылықтарын мүлдем айырылып қалған адам. Міне осындай құндылықтардың қатарында дін мәселесін айтамыз. Кеңес өкіметі орнағаннан кейін халықтың көңілін өзіне аудару үшін, жаңа билікке аудару үшін 3 декрет қабылдады. Ол бірінші декреті бітім туралы декрет. Ешқандай контрибуциясыз, басқасыз біз соғысты тоқтатамыз, бітім жасаймыз деді. Германия менен Ресейдің арасында соғыс болып жатқан. Бұған халық қуанды, бітім туралы декретке. Екіншісі жер туралы декрет. Яғни помещиктерден, феодалдардан жерді тартып аламыз. Ол жер жерсіз адамдарға бөліп беріледі дейді. Міне, ал үшіншісі ождан бостандығы туралы декрет. Кім қандай дінді ұстанамын десе, өзінің еркі дейді. Ал билік кімге? Билік кеңестерге, жер шаруаларға, завод, фабрика жұмысшыларға берілсін. Міне осындай бір әдемі әсіре қызыл ұрандар неше жылдан бері патшаның отарлық биліктің қысымына әбден шыдап келген халықты өзіне баурап алды. Міне осындай жағдайда Қазақстан аумағында кеңестік билік орнады. Өткен жолы айтқанбыз, мынау Өзбекстанда, Түркістан Республикасында Түркістан мұқтарияты құрылды, қазақ жерінде Алашорда үкіметі құрылды, Башқұртстанда құрылды, Украинада құрылды, ұлттық мемлекеттіктер құрылды. Бұл ұлттық мемлекеттіктер кеңес өкіметіне балама мемлекеттер еді, балама мемлекеттік құрылымдар еді. Ал кеңестік билік күшейген сайын жаңағы айтып отырған ұлттық мемлекеттік құрылымдарды жойды. Бірінші Түркістан мұқтарияты жойылды, Алашорда үкіметі жойылды, Башқұрт үкіметі жойылды, Украинадағы, Закавказьедегі сондай ұлттық мемлекеттіктер жойылды. Оның орнына кеңестік автономиялық облыстар, автономиялық республикалар, немесе кеңестік одақтас республикалар құрыла бастады. Міне қазақ жерінде осы кеңес өкіметінің осындай өзгерістері алғашқы кезде азамат соғысына алып келді. 18-19 жылдары қазақ жерінде азамат соғысы болды. Азамат соғысы ақтар мен қызылдар, алашордашылар мен большевиктер сияқты көрініс тапты. Ал 1918 жылдың тамызында қазақ автономиялық облысы құрылды. 1920 жылы қазақ автономиялық республикасы құрылды. Енді 1924 жылы Орталық Азия республикаларының ұлттық территориялық межелеу деген саясат болды да, Түркістан Республикасындағы Жетісу және Сырдария облыстары қазақ жеріне қосылды. Сөйтіп қазақ жері ұлттық тұрғыда, территориялық тұрғыда біртұтас мемлекетке айналды. Осы сәуір айының соңында 19
республикасы болып келген біздің өзіміздің мемлекетіміздің атауы қайтып қалпына келтірілді және бұрын армешіт болып келген қаланың атауы Қызыл Орда деп аталды. Бұл жөнінде мен бірнеше мақала жазғанмын. Осы қазақ атауын беру жөнінде, армешітке Қызыл Орда атауын беру жөнінде алаштық ұлт зиялыларының ұжымдық пікірі екендігін дәлелдеген. Енді неге қырғыз деп аталды? Міне, бір жерде бір түсіндіріп беріп кетейік. Мынау Ресейде түрік халықтары, соның ішінде қазақ халқының тарихын бұрмалау мақсатты түрде жүргізілді. Қазақ ордасы, қазақ хандығы деген мемлекеттік болғанымен Ресей өзіне қосылғаннан кейін бізді қазақ деп айтқысы келмеді. Киргиз екен. Киргиз Кайсаки деп атады. Осы атаудан 25-ші жылы біз құтылдық. Ал Қазақстан атауын кім бірінші ұсынды деген бір талас болып қалады кейде тарихшылар арасында. Бұл жерде мәселе Сәкен Сейфуллин айтты, Қожанов айтты, Сәдуақасов айтты деген әңгімелер айтылады. Бұл жерде мәселе кімнің бірінші айтқандығында емес, бұл жерде мәселені бүкіл қазақтың зиялылары қолдағандығы, қуаттағандығы. Ал оны съездің күн тәртібіне енгізіп ұсыныс жасаған Сұлтанбек Қожанов. Сұлтанбек Қожанов 25-ші жылғы Қызылордадағы съезде қырғыз емес, Қазақ Республикасы болып аталайық деген ұсыныс жасады, өткізді. Армешіт қаласын Қызылорда деп атайық деген ұсыныс жасады, оны өткізді. Енді Сұлтанбек Қожановтың кім екенін сендер жақсы білесіңдер. Қожанов көшесі бар ма? Жүрдіңдер ма? Қожанов көшесіменен жүрмедіңдер ма? Сонда жүрсеңдер, медицина колледжінің жанында үлкен ескерткіші тұр. Ол Сұлтанбек Қожанов. Өйткені Сұлтанбек Қожанов Түркістанда жүрген, оқыған, Түркістанда қызмет жасаған, кейін Түркістан Республикасында үлкен қызмет жасаған жерлесіміз, үлкен саяси қайраткер. Жақсы. Енді осы кеңестік билік қалай іске асты? Кеңестік билік іске асқанда ол қазақ халқын, осы аймақтық түрде қазақ халқын демократияға бейімдейміз, феодалдардың езгісінен құтқарамыз, олардың тұрмысын оңалтырамыз, ғылым білімді береміз, экономикасын дамытамыз деген мақсаттары болды. Бұл мақсаттарды әрине қолдауға, қуаттауға болады. Ал бірақ сол мақсаттар қандай тәсілдермен іске асты? Міне, азамат соғысы кезінде әскери коммунизм саясаты деген болды. Білесіңдер ғой? Әскери коммунизм. Әскери коммунизм деген бұл соғыс мұқтажына халықтан ешқандай өтемсіз тартып алу. Әскерге азық керек па? Шаруалардың қамбасын қағады, тартып алады. Оған мен мынаны алдым, мынаны қайтарамын деген әңгіме. Әскери коммунизм саясаты осы. Ал әскери коммунизм саясаты халықты шошындырды. Одан кейін енді азық-түлік салғырты деген салды. Азық-түлік салғырты деген не ол? Азық-түлік салғырты деген бұл егін еккен шаруадан, мал баққан шаруадан өзінің күнкөрісіне қажеттісін ғана қалдырады, басқасын барлығын алып қояды. Бұл да кеңестік биліктің сондай зорлық, зомбылық әрекеті еді. Ал кейін ақылы бәсекелер тартып алады ғой деп егінді екпей қойды, малды өсірмей қойды. Осындай кезде Ленин деген бір антихрист бар. Ленин айтты.